Қайырлы күн құрметті көрермендер. Бізде кезекті подкастының шығарылымы. Бұл жолы тақырып бұл отбасы, бизнес және мемлекет бірлігі деп аталады, және осы тақырыпта біз әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің қонақтар, өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер болады, немен айналысасыздар? Есімім Аманжол Оразалинов, Қарағандыдан. Отбасым бар, 3 балам бар, кәсіпкермін. 2-3 салада бизнес жүргіземін. 2 қалада кондитерскийім бар, Сарқыт тәттілер деген. Және Каспийда, Вайлдберристе товарный бизнеспен айналысамыз. И бизнесті жүйелеу бойынша бизнес тренермін. Менің есімім Мереке Агилбаева. Жасым 38-де, 4 баланың анасымын. Қара шаңырақтың келінімін десем болады. 4 жылдан бері дайын тамақты тасымалдау бизнесімен айналысамыз. Және де осы үлкен бір вузда сабақ беремін. Қандай пән бойынша? Теплоэнергетика мамандығы бойынша. Сіз де өзіңізді таныстырып кетсеңіз болады? Менің есімім Майзада. Мен де тегім Ағылбаева, Мерекенің қайнапасы болып келемін. Мен өзім негізі журналистпін. 2001 жылдан бері телевидениеде жұмыс істеп келемін. Түрлі салада, бірақ барлығы сол бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты. Қазіргі уақытта Қазақпарат республикалық халықаралық ақпараттық агенттігінің осы Қарағанды және Ұлытау облысы бойынша тілшісі болып келемін. Енді жалпы бізде қазір отбасы, кәсіп, жалпы кәсіп демесек те ол жұмыс деп айтуымызға болады. Көп адамдар бар, кәсіппен отбасыны бөліп алатын. Кейбір адам уақыты кәсіпке көбірек кетеді, жұмысқа көбірек кетеді, отбасыға көңіл бөле алмай қалады. Немесе отбасыға берік адамдар кейбір жұмысы өрбімей жатады деп атамыз. Ал кейбір адамдар мүлде екеуін де қатар алып жүретіндер. Осы тұрғыда сіздерде қалай? Осы отбасылық құндылықты қалай сақтап жатасыздар? Енді жалпы кәсіп деген қандай кәсіп болса да, енді отбасың болса, отбасың қандай жағдайда болса оған араласады да. Себебі сен үйде сол кәсіппен айналысқаннан кейін түгелінің былай айтқан кезде оған бір қатысы болады. Мысалға мен жолдасым бастаған бизнес басында жаңа кондитерский, сол мен келдім жаңағында оны масштабқа шығардым да тек. Бірақ та жолдасым екеуміз былай айтқанда бөліп алдық та, арасындағы бір белгілі бір жұмыстар, мысалға парақшаны жүргізу, жалпы андай маркетингті жолдасым жүргізсе, мен сату және ішіндегі жүйені мен жүргіземін. Ал екінші басқа салаларды мен толығымен өзім жүргіземін, себебі енді 3 бала болғаннан кейін жолдасым кейбір кезде үлгермейді. Бірақ та көбісі айтып жатады ғой, енді бір отбасымен бизнес құруға болмайды деген, ол қате пікір. Өйткені ең осы дүние жүзіндегі статистика бойынша ең мықты бизнестер ол отбасылық бизнестер. Мысалы қандай болсын, қазір крутой брендтер бар ғой, мысалға әртүрлі Gucci болсын, солардың барлығы, Louis Vuitton, солардың барлығы сонда отбасылық бизнестер бұрыннан бері келе жатқан. Сондықтан ол жаңағындай қате пікірді, отбасың болса сен бизнесті жүргізе алмайсың деген. Керісінше сен өзің қасыңдағы жарыңа 100% сенесің да. Сондықтан отбасылық бизнестің плюстары өте көп, негізі былай қарасаң. Сізде қалай, Мереке ханым? Енді отбасылық, Аманжол мырза айтып отқандай, отбасылық бизнестің минустарына қарағанда артықшылықтары көп. Өйткені бізде енді қазақ ұлттық тағамдарын жеткіземіз ғой, сондықтан ба барлық отбасым жұмыла көмектеседі. Біз бұл бизнесті бастаған кезде негізінде менің атам, жолдасымның әкесі сол кісі көрсеткен жіліктеу, жіктеу, жаңағы еттердің барлығын қандай сақтау керек. Біздің бір отбасы құндылығымыздың жалғасы деп айтсақ та болады. Өйткені біз ойлаймыз ғой, 5 бармақты асу, ол бәрі біледі деп қолынан келеді, бірақ оны көпшілікке сату, оны қалай дәріптеу, қалай жеткізу, соның барлығын бізге жаңағы отбасы құндылығымен берілген зат. Менің мысалы ата-енем маған үйреткен затын мен адамдарға әкеліп жатырмын. Мен ең бір мықты тұсым деп ойлаймын. Өйткені менің отбасым мені қолдайды. Сосын
екіншіден жаңағы жолдасым да үлкен қолдау көрсетеді. Ең бастаған кезде кішкентай кухнядан бастағанбыз, жолдасым маған оны қолдау ретінде көрсетіп, ешқандай шектеулер қоймай, үлкен цехымды да салып берді. Біздің отбасы ретінде өсуімізге негізі бұл кәсіп көмектесті деп айтсам да болады. Сосын және де балаларым, менің 4 балам бар ғой, 3-еуі ұл бала. Ол балаларға да бұл кәсіп, олардың өздері де осыған араласады. Бір еңбекке баулу, еңбекке үйретудің бір әдісі деп ойлаймын. Олар анасына көмектескендей болады, бірақ та олар ертең өмірге бір тәжірибе жинайды. Бұл бизнесті алып кетпесе де, балаларымда менде кәсіпке деген, орысша айтқанда опыт дейді ғой, сондай үлкен өмір, тәжірибе болады. Енді отбасы мен бизнесті ешқалай бөліп жара алмаймын. Енді әйел болғандықтан кейбір қиыншылықтар болады. Әрине, ер азаматтарға қарағанда біздің енді жанымызда нәзік қой. Көп жерлерде кішкене көңілің түссе, отбасым мені қолдап, көмектесіп, ер азаматым, ең бастысы ер азаматым мен қолдап отырады. Енді осы орайда сіздер жалпы кәсіп бастағанда дәл ниша деп айтамыз ғой. Осы кәсіпті неліктен таңдадыңыздар, неліктен қызығушылық осы бір кәсіптерге туды? Бұл кәсіпке неден басталды жалпы барлығы? Ең негізі мына жерде кәсібімнің басталуына себепкер болған мына кісі, менің қайнапам, жаңа айтып кеттік қой. Бұл кісіге табақтап ет дайындап бердім, мен бір Наурыз мейрамына үйден дайындап бердім. Бұл журналистердің ортасында болғаннан кейін, олардың журналистер творческий адам ғой, идеяға толы, солар бұл кісіге айтқан ғой, өте дәмді, неге сондай идея тастамасқа деп қайнапам үйге келген бетте айтты. Сосын басында қорқақтадық, әрине. Сол бір табақ еттен басталды. Үйдегі өзіміздің қазақтың сүрленген морозильникте тұрған еттен басталып, солай масштабқа шығып жатырмыз ақырындап. Бізде де солай, тура айтқан кезде. Мен ол кезде енді 10 жылдай жер астында жұмыс істедім, шахтада жұмыс істедім. Үйде енді келіншек адам болғаннан кейін, біз жерде тұрдық ол кезде. Декретте болғаннан іші пысады дегенде, жаңағы мен үйде отырғым келмейді деп, сондай бір нәрсе көрсейші деп. Сөйтіп жаңағындай кішкентай зефирлер сататын, маңайдағы көршілерге, көрші маңайға. Содан жаңағындай айттым да, осындай бір белгілі бір суммаға жеткізсең, мен саған цех ашып беремін деп. Сосын ол жаңағы бір айдың ішінде жаңағы суммадан асырып жібереді. Содан мен оған цех аштым да, сөйтіп. Негізі жалпы осы айтып отырмын ғой, үйдегі отырып, жаңағы өте Мереке ханым өте дұрыс айтып отыр да, мысалы мен ұлдарым барып, мысалы демалыстарында коробка жасайды, сөйтіп еңбекке баулисың, сондай бір мықты зат негізі отбасылық бизнес деген. Біз енді сол нишаны таңдағанда барлығы үйден, келіндерден басталады ғой. Мысалы тамақ істеп, ол кісі жаңа тәтті неге қолы несі болды да, шебер болды да, мен жолдасым. Ол жаңағындай үйде өзі торт пісіріп, пирог пісіріп, бізге жаңағындай тәттілер пісіретін үйде. Бала шағаға қонақ келгенде, содан солай айтып, сен қолыңнан келеді ғой, көрмейсің ба деген сияқты, солай басталған бизнес. Жалпы енді менің өзім бизнесқа келгенім сол жаңағындай өнеркәсіпте жұмыс істедім. Мен қанша бұл жер астында жұмыс істегеннен оңай зат емес ол. Денсаулығым да құрай бастаған, соны уже былай кәсіпке қарай қозғалдым да, маған өзіме түрткі болған лишний жаңағындай. Жалпы негізі отбасылық бизнес солай басталды өзі. Негізі отбасының маңайында жаңағы услуга жасап деген. Былайша алғанда қарапайым заттардан қалыптасты. Бизнес деген біреуге көмек беру ғой. Соның ақшасына сен оның бір белгілі бір ауыртпашылығын алып тастайсың. Мысалы Мереке ханым ет жасаса, біз шайын жасаймыз да, былай айтқан кезде. Сол кезде қазір бұрынғыдай енді апайларымыз жоқ қой. Бұрын апайларымыз тойдың бәрін өздері атқарып шығатын, еттің бәрін өзі пісіретін. Қазір тойға дем алғысы келеді, сол сияқты. Біз олардың былай айтқанда бір үлкен бір проблемасын шешіп отырдық та. Былай айтқанда ол бизнес деген сол ғой, неге сен біреудің проблемасын шешсең, сол маңайда бизнес жасауға болады. Содан туындаған зат та. Қоғам қажеттілігіне. Өйткені қоғам қажет етпесе сені сатып алмайды да. Қазіргі таңда енді қазір жастарымыз бұрынғыдай апайларымыз сияқты емес, олар лишний жаңағы жасағысы келмейді, сондықтан сатып ала салғанды жөн көреді да. Бұл соның маңайында жасалған бизнес деп айтуға болады да, былай айтқанда. Жалпы менің ойымша, негізі бұл отбасылық бизнесін кісілер айтып отыр ғой, бір жақсы жағы қазіргі заманда
отбасылық құндылықтар жайдан енді артқа сырылып бара жатыр да. Жаңағы отбасылық бизнесте бала шағаңызды анау бір айтады ғой, өзінің әрбір үйдің өзінің бір жаңағыдай дәстүрі болады деп. Сол секілді мына дастархан басында жиналғандай отбасында жаңа бала шағасы, үлкені болсын, кішісі болсын, барлығы ауызбіршілік болады жаңағы жерде. Бұл бір жағынан отбасына жаңа бизнесің бөлек, жаңағы жанұяң бөлек емес, барлығын біріктіретін бір сондай қалай деуге болады? ұйытқы деп айтады. Ұйытқы болатын зат қой негізі бизнес. Ол екі жаққа ажыратпау керек. Бұл жерде қаншалықты отбасың сені қолдап тұрса, соншалықты бизнесің алға жүреді, өрге көтеріледі деп ойлаймыз. Енді жалпы Айзат ханым, сіз өзіңіз журналист ретінде бір оқиғаларыңыз болды ма? Осы бір бизнес саласынан бір қызықты бәлкім бір сюжет па, әлде мақалалар жаздыңыз ба? Бір қызықты отбасылардың бизнесі жайлы. Түрлі мақалалар болды. Енді 24 жылдай істеп келе жатырмын ғой бұл салада. Негізі, енді өзіңіз білесіз ғой, көбінесе рекламный материал дейді, жарнамалық материал деп оны бөлек бір жанр ретінде қарастырады. Бірақ сонымен де жаңағы көбінесе ең қызықты мақалалар және сюжеттер мынандай қазақи ұлттық бұйымдар жасау, не болмаса өзіміздің ұлттық кодымызды ашатындай сондай бір өнімдер өндіретін кішкене ғана шағын ғана бизнестің басталған оқиғалар, солар көп оқылады, көп қаралады дегендей. Мысалға қателеспесем Асакаров осы Нұра ауданында ма бір мүгедек кісі бар, мынандай телевизор секілді сондай нелер жөндеумен айналысады, соны ұлы көмектеседі. Енді қазір ұлы жалғастырып жатыр ол бизнесті. Сол көрермендер арасында өте көп анандай бір пікірге түсті, және де Қарқаралыға бір барғанымызда ағаштан тостағанмен астаулар жасайтын бір кісімен сөйлескенбіз. Сол бизнесте мысалға өте қызықты деп ойлаймын. Шет ауданында домбыра жасайтын бір кісі бар. Жұбай екеу, қателеспесем, екеу қосылып жасайды жаңағы домбыраны. Сол тапсырыстарымыз көп, кейінгі кезде домбыра тартатын жастарымыз көбейіп бара жатыр, соған қуанамыз дейді. Осының барлығы біздің өзіміздің осы айта бірақ жаурым болды деп айтамыз ғой, ол мәселе, бірақ сонымен де біздің ұлттық кодымызды жан-жағынан бетіп ашып көрсетіп жатыр, және де шетелге де шығып жатқанына өте қуаныштымын мен. Себебі біздің қазақтың нағыз болмысын, бізде мысалы шетелде сұрасаңыздар, қазақ деген кім десеңіздер, олар көшпенділер деп қана сондай бір фильмнен не болмаса тарих беттерінен оқыған мәліметтерді ғана айтады да. Қандай біздің өзіміздің мәдениетіміз бар, мұрамыз бар, түрлі біздің ұлттық дәстүрлеріміз бар деген. Соның барлығын ашып осы бизнес арқылы ашу керек деп ойлаймын. Негізі шыны керек қазір осы қазақ коды, жалпы дәстүр біз жақсылық насихатталып жатыр деп айтуымызға да болады. Көп бизнестерде осы қазақилыққа жақын бизнестердің бәрі жақсы дамып жатыр. Мысалы айқын мысалы міне сізде де. Мысалға мен жаңағындай бизнесті жүйелеу бойынша бизнесмендерді үйретемін да көп. Сонда көп әртүрлі жаңағы кафелардың нелердің иелері келеді да, ресторандардың. И жаңағылардың өздері айтады да, қазір андай тренд сол қазақша тренд болып жатыр дейді да. Егер сенің ішінде оформлениең қазақша болып, сондай тағамдарың қазақша болмаса, адамдар уже алыстап жатыр дейді европалықтан дейді да. Қазір соның маңайында жасаған дұрыс. Ол уже айтқан кезде бір үлкен жақсы жаңалық та. Себебі біз өзіміздің ұлттық болмысымызды қайтадан жаңғыртып жатырмыз деген сөз. Енді совет өкіметі кезінде біраз жоғалтпадық қой. Орыстанып кеттік біраз. Бірақ та енді қазір шынымен де мысалға менің бір тоже бір досым бар, андай ұлттық киімді современный андай былай айтқан кезде қазіргі заманауи стильде ұлттық киімдерді, бірақ та жаңағындай ою нелермен әдемілеп істейді да, мұншуақ деген бе, ол жаңағындай ана шапанмен сен қонаққа да барыласың, көшеге де шыға аласың, сондай бір трендовый заттар да. И соған халық көп алады, үлгермей жатыр. 2-3 цех ашты, Қырғызстанда цех ашты жаңағындай киім тігетін да. Себебі кәдімгідей қазақтарда үлкен жаңағы спрос. Ауылда мысалға қазір жастардың барлығы шапан киеді. Қазір жаңарқалық шапан, қарқалық шапан деп жаңағы шапандардың брендтеріне дейін шығып жатыр да.
қазір және де жана қымыздан сайыс болды жазда, сондай қатты қуандым да, мысалы қымыздан жаңағындай сайыс жасап үлкен, ол өзіміздің, ол да біздің бір ұлттық бір неміз ғой, бір кодымыз, оны біз қанша жерден дамыған болсақ та біз өзіміздің түп тамырымызды ұмытпау керекпіз да. Енді осы орайда сіздердің бизнестарыңыз отбасылық болғаннан кейін арттарыңыздан өсіп келе жатқан балаларыңыз бар. Енді жалпы ойларыңызда бар ма сол балаларға мұра етіп тапсыру деген секілді бизнесті? Әлде басқа жолды қуса дейсіздер ме? Енді мен бірінші жауап берейін. Үлкен балам менің 2-ші курста оқиды, жаңағы техникалық вузда. Бірақ та алып кетем делсе, әрине қалдыруға болады. Бірақ та әр баланың қазір енді біз сияқты емес қой, біз бұрында бізде андай таңдау болған жоқ, қайда түстеді сол жерге түстік, не кидеді соны кидік. А қазір балаларда ондай емес, өздерінің ойларын еркін жеткізеді. Алып қалам десе, әрине берсек, үлкен бір франшиза қылдырып берсек та, басқа қалаларда бір анау қазір көп сеть дейді ғой, сеть қылдырып берсек та қуанамыз, мақтанамыз онымен. Бірақ та бала қайсын таңдайды, қай саланы, соған біз бейімдеп жатырмыз. Мысалы 2-ші балам қазір 11 бітіреді, ол да өзінің саласын таңдады, соған дайындап жатырмыз. Ендісіне жаңағындай қандай көмекші құралдар керек, соның барлығын тек қолдаймыз. Ал енді ұлттық тағамдарды дәріптеп ары қаратай жалғастырып алып кетеміз десе, әрине қуанамыз. Бірақ та мен өзім балаларыма 100% 100% мақтана алам, 100% айта алам. Олар қазір көбі жілікті білмейді, мысалы мүшені танымайды. Менің балаларым қай жерге барса да жілікті бәрін танып сөйтіп тұрады. Мысалы бір осыдан 4-5 жыл бұрын бір жерге барған кезде мал сойған ғой. Сол кезде үлкен кісілер жаңағыны не соя алмайды дейді, не жілікте алмайды дейді. Сол кезде жаңағы менің 13-тегі балам айтқан кезде, мынау жамбас, мынандай деген кезде таңғалып келген. Үлкен кісілер таңғалып батасын берген. Бізге ол бір үйреншікті зат сияқты, өйткені бізде ол кішкентай кезімізден оның бәрін біз үйретіп айтып отырады, атасы мынау дейді, анау дейді. Бізге ол үйреншікті болғанмен, бірақ та біздің қазір қоғамда қазақ халқының біразы білмейді екен оны. Біз оны бір керемет үлкен мәселе, проблема деп білмеппіз оны. Кейінгі кезде біз соны жаңағы бізден сұраныс болғаннан кейін біліп жатырмыз. Біз бір ролик түсіргенбіз осы Мереген бизнес парақшасына Инстаграмдағы. Сол кезде баста екеуміз ойладық, бізге бұл мысалға табақ тарту жаңағы барлық нелер бар ғой, дәстүр бар дегенде, әркімге кімге күйеу балаға қандай табақ тарту, құдаларға қандай табақ тарту, оған қандай мүшелер салу, оның барлығын мысалға мерекенді күнде көріп жүргеннен кейін үйреншікті зат секілді көрінді де, оған ешкім қызықпайтын шығар деп. Содан екеуміз отырып ойладық, бір бейнеролик жасайық, мынандай табақ тарту осындай болады деп. Әр жіліктің өзінің мағынасы болады. Қазақтар оның барлығын айтып кеткен ата-бабамыз. Оның барлығын жаңағы жіктеп айтып нетіп отырғанда, көбінесе жаңағы парақшаға тіркелген енді көрермендер дейді ғой, сол кісілер таңғалып, не болмаса тағы да айтыңыздаршы, мынандай осындай табақты қалай нетеді, мынау жілік қандай деген сондай көп сұраныстар болды. Сол өте қызықты деп ойлаймыз. Себебі енді орта жастағы қазір 40-50 шамасындағы азаматтарымыз 90-шы жылдардағы қиындықтарды көріп өсті де, ол кезде мына табақ тарту, мынау біздің дәстүріміз сәл ғана былай шектеліп қалды. Сондықтан қазір оның барлығын жаңғыртып жатырмыз. Оның барлығын ол кісілер үйретпесе, біз айтпасақ дегенде қазіргі жастар оны білмей қалуы мүмкін. Потерянный поколениеміз ғой біз 90-шы жылдарда. Сондай расымен мен осы кейін өзім өтірік қанша ят болса да енді шынымен де өзімді бір 30-дан асқанда білдім жілікті қалай жіліктейді. Соны әкем жаңағы ертең мен өліп қалсам сен қалай үйренесің деп, мен сол ерке болдым да, үйренбедім. Сол кейін ғана білдім жаңағы жіліктеу өте керек зат негізі. Ол жаңағындай мысалға қазақ бұрын сөз сүйектің өзімен дәрежесін көрсете салған адам, сен мені күйеусің ба, саған төс деген сияқты, қабырға деген сияқты. Сондықтан өте
жаңағындай керек дүние да ол, әсіресе ол бизнестің жанында. Енді сіздерде отбасы болғаннан кейін бизнестегі бір қиын сәттер болғанда отбасының рөлі қандай болады, қандай қолдау болады жалпы отбасыдан? Енді Бір қиындық болған сәттер болды ма осы бизнесте? Қиындық болып осы отбасыда? басты плюс сол ғой негізі. Бизнеспен айналыспағаныңыз көрініп тұр да негізі. Бизнес деген сплошной қиындық та, ол мысалға ойлайды да көбісі, мен қазір бизнесмендерді көреді жаңағындай, енді арасында бір шынымен шетелге шығып демаласың, жақсы машина тебесің де ойлайды жаңағындай, мыналар шалқып жүр. Мысалы мен өзім жұмыс істеп көрдім. Шахтада мен жұмыс істедім, 6 күн жұмыс істейсің, 1 күн демаласың, даже 1 күн демалыс та жоқ та сен. 24/7 бизнес деген сен өз-өзіңе жұмыс істейсің да. Сен сондықтан егер өркендей өскің келсе, ол үнемі сен сол жаңағындарда бұл кризис менеджмент боласың ғой, менеджер. Өйткені бизнес дегенде әртүрлі ситуация болады. Әсіресе мынау тағам саласында бір нәрсе жаңағындай қисайып кетеді, жаңағы піспей қалады, не қалады, оның барлығымен сөйлесу керексің. Оның барлығы неге бизнесмендерді көбінесе жаңағындай былай айтады ғой, успешный дейді ғой солай. Өйткені оларда коммуникация бар да. Сен жаңағы әртүрлі ситуациялар бар. Жаңағы тойда деген қазақ деген бүйтіп жүреді ғой андай. Өзі ана паника болып, суета болып жүреді да. И кеп жаңағындай бір жерде дұрыс болмай қалса кеп ұрса кетеді. Сен онымен ұрса кетсең болды, сен жаңағындай атың қалмайды, соны тыңдап аласың, сосын барып жаңағы жұбатасың. Енді былай істейсің, жақсы. Артынан келіп кешірім сұрап жатады, енді нервін шітетіп тұрмын деген сияқты. Сондықтан бизнес деген ол былай айтқан кезде, жалпылама тілмен айтқан кезде, бизнесмен деген кісі ол жаңағындай проблема шешетін адам ғой. Мысалы сен проблема шеше алатын болсаң, бизнесмен болсаң, егер шешілмей, бұл жерде отбасының былай тікелей несі бар да, былай айтқан кезде, кейбір кезде бір күн болады, бір күн бір қиындықтар болып қалған кезде де бір үлкен жаңағы тірек болады да, отбасы деген. Өйткені сен үйде түсініп нетпесе, ол 2 есе қиын да. Сондықтан отбасы бизнестің плюсы, ең басты плюс сол деп ойлаймын мен. Поддержка бірін-біріңе әрқашан жаңағыдай айтқанда иық тіре аласың да. Мен енді көп айтпай, бірақ ситуацияны айтайын, бизнеста қандай проблема, кісі айтып отыр, мәселелерді шешу, тез шешу. Бізде тасымалдау ғой, біз ыстықтай пісіреміз да, сосын жаңағы тұтынушыға жеткіземіз. Сол кезде адаммен жұмыс істеу өте қиын. Отбасының ең басты менде поддержкасы жаңағы курьер 10 минут қалған кезде, мысалы жеткізуге 10 минут қалған кезде айтады: я сломался, я не приеду. Бітті. Үйде ата бар ма, кім бар, машинасымен кім тұрады, күйеу бала келе ма, жезде келе ма, кім менің үйімде отырады, соның бәрін машинасы бар, қонаққа келген адамның өзін курьер қылып жібереміз. Осы жерде мені отбасы қолдайды деп айтамын. Мысалы біреу бармайын дейді. Менің атам қазір 74-те машинамен балаларды мектепке апарады, анда апарады, кружок, сол кісінің өзі тасып кетеді. Бірақ та енді ол кезде жаңағы клиенттарға айтасың: пожалуйста, встретьте деп астынан түсіп, бірақ ол кісі: жоқ, балам, мен өзім апарам дейді. Енді бұл поддержка болмай, басқа, мен білмеймін, басқа тілмен қалай жеткізуге болады. Мысалы, ол кісілер жақсы көремін, мен сен қолдайын деп ондай заттар айтпайды, бірақ осындай үндемей, іспен дәлелдеп, сенің қасыңда екеніңді 24 сағат сені поддержка. Кейбір кезде ет келеді, мысалы таңғы 5-те туша-тушамен. Если оны түсіріп алатын адам болмаса, тағы да жаңа ұлдарыңды тұрғызасың, жолдасың, бәрібір ол қайда жұмысқа барама, 2 минуттан кейін сен баруың керексің. Қолдау, иә, қолдамаса, егер де сені отбасын қолдамаса, әйел адамды, әсіресе әйел адамды отбасы қолдамаса, ешқандай әйел былай қатты өсе алмайды. Не өзің жалғыз өсесің, не отбасыңмен бірге өтесің. Ондай раздельный жоқ. Мысалы мен жаңа шахта жұмыс істегенде жалғыз выходнойда демалғың келеді, заказ тасып кететін ше. Машинаға мініп аласың да, заказ тасып жүресің, сөйтіп солай болатын ше. Каждый выходнойда елде ұйықтап жатқан кейін сосын жетесің жаңағындай. Енді ол шынымен отбасы, сен жолдасыңа сенен басқа кім көмектеседі? Тоже жаңағындай әкем көмектесті, әкем жұмыста выходной болса, ол да тасып кетеді жаңағындай. Ол аяғына тұрып кеткенге дейін сен жаңағы өзің отдельный курьер алғанға дейін олсыз қиын. И бұл былай айтқанда отбасылық бизнестің үлкен преимуществосы сол да. Бастапқы этапта сын қалмайды адам. Қасында жалпылама көмек болады, қасында отбасына деген тірегі болады. Ал жалғыз көтеру өте қиын, ол білім керек оған. Бізде жалпы бір 3 байланысқан сөз бар ғой, ол жаңа бизнес, отбасы және қасында мемлекет. Яғни осы 3 сөздің қайсысы бір
төмен қалып қалса бір бизнесте ақау пайда болады, әлде үшеуі тең жүру керек негізі деп жатады. 10 жылдан кейін жалпы өздеріңізді қалай көресіздер? Осы үш сөзді бірге алып жүру дұрыс па? Әрине бұл жерде енді былай айтқанда жеке жару болмайды. Мемлекет болғаннан кейін сен бұл мемлекетте былай айтқанда заңи түрден қарасаң да сен осы мемлекетте бизнесті жүргізіп жатсың. Біз мысалға бұл мемлекеттің дамуына тікелей үлес қосып, мен әрқашан айтамын, предприниматель деген ол қазіргі заманның қаһармандары, геройлар деп айтады. Өйткені біз арқылы біз қаншама адамға жұмыс беріп отырмыз. Мысалға мен өзімде 20 адамдай жұмыс істейді. Олардың отбасыларын кормить етіп отыр. Біз жаңағындай салық төлейміз. Мемлекеттің мысалға қазір біздің осы құқық қорғау органдарының болсын, барлық айлықтары, мұғалімдердің айлықтары осы біздің салықтан төленеді. Мемлекеттің дәрежесі осы орта класс дейді ғой. Орта классты осы шағын бизнес құрайды да. Осы шағын бизнестің бір үлкен бір осы мен жақында неше рет осы жайлы телевидениеға да шақырды да, мысалға жаңа налоговый кодексі мысалға дабыл қағып отыр ғой. Шағын бизнесқа үлкен не удары болады деп ше. Соның барлығы көрдіңіз, мемлекет тарапынан да сондай кішкене қиындық туылатын болса, бізде де қиындық болады, отбасында да қиындық болады, басқа біреулердің отбасында қиындық болады. Сондықтан бұл үшеуі былай айтқанда бірін-бірінен ажырамайтын дүние де. Мен ойымша, өйткені олсыз үшеуі бірін-бірінсіз өмір сүре алмайды былай айтқан кезде. Енді жалпы өздеріңіз бір 10 жылдан кейін қандай дамуды көресіздер осы бизнес саласында? Өзімізде ме? Иә, өздеріңізде, жалпылама бизнесте. Менде мысалға мынандай стратегия бар да, мысалға Жапония елінде ең азы 20 жылға қояды екен стратегия. Мен өзім мысалға бизнес салаларымның минимум 10 жылға даму несін жазып қоямын да, стратегиясын. Сосын сол стратегия бойынша жоспарлап жұмыс жүргіземін. Енді қазіргі үлкен бизнесқа кіремін деп жүрмін да, сол жерде де үлкен стратегия 25-30 жылға құрып қойдық, алла қаласа, енді соған жаңағы инвестор іздеп жатырмыз да. Сол сияқты бизнеста стратегиям болмаса, мысалы 10 жылда мен қайдамын деген қағидатты сен өзіңді білмейсең, ешқайда келемейсің. Сондықтан ол ең басты мақсат бизнесте. Сен міне 5 жылдан кейін қайда боламын, 3 жылдан кейін, 1 жылдан кейін мысалы қайда боламын деген сияқты оның барлығын жазу керек. Ол былай айтқан кезде основа ше бизнестің. Старт, финиш деген сияқты ғой. Иә, ол финиш дегенде сен уже білу керексің. 30 жылдан кейін мен қандай боламын, мысалы неше филиалым болады деген сияқты. Сол кезде сенде энергия да пайда болады. Бизнес деген энергия ғой. Бизнесте энергия болмаса, бизнесте ақша жылдам келеді, жылдам кетеді, барлық энергияға байланысты. Егер жаңағы сен мақсат қойсаң, саған соған энергия келеді. Сол энергия арқылы сен жұмыс істей аласың. Энергияң болса бизнесің күшті жүреді, энергияң болмаса бизнесің жүрмейді деген сияқты. Ал ол мақсат деген прямой сол энергияға влиять етеді адамның несіндегі. Мереке ханым, сізде қалай? Иә, әрине, мен өзімді 10 жылдан кейін қандай болатынымды барлығын елестетемін. Осы қазақ қоғамына өзімнің бір үлесімді қосқан атымды қалдырғым келеді. Ең бастысы, мысалы, қазіргі алып жүрген ұлттық тағамдарымызды ұмыттырмай, соны жаңғыртып, тек Қазақстанда ғана емес, мен басқа мемлекеттерде де соны дәріптегім келеді. Қазірден бастап біз осыған кішкенеден қадамдар жасап жатырмыз. Біздің қазы, жая соларды вакуумдап біз Дубай мемлекетіне, Дубай қаласына мемлекет деп ғой, Дубайға шығарамыз. Сосын Чехия, Англияға алып кетті. Сол жақтан біздің Қазақстанның кухнясын жеп жатырмыз деп фотоларын жіберген кезде енді мақтанып марқайып қаламыз. Солай әртүрлі мемлекеттерге шығару ойымызда. Сосын енді мына жерде айтуға болады ғой, енді қазір біз етті шоколад сияқты бізде duty free-ға кіресіз ғой сіз, международный анандай халықаралық аэропорттарда. Сол duty free-да біз сол жақтың барған жағымыздың тәттілерін, бірдеңелерін алып келгіміз келеді ғой. Біз солай қазақтың шұжығын, қазысын, жаясын алып кетсе екен деп сондай проект жоспар жасап жатырмыз. Қазір ең бірінші бізде аппарат болады. Мынау Қарағанды әуежайында болады. Duty free-дан шетелден келген адамдар солай біз өздерімен бірге қазақтың қазысын алып кетсе екен деген сондай ой бар. Енді ең бірінші біздің сондай неміз бір 10 жылдыққа қойған бір жоспарымыз, мақсатымыз.
хотя бы бір 3 мемлекетте біздің тағамымызды еркін сатып алатындай болса, мүмкіндік болса. Рахмет сіздерге. Енді істеріңізге сәттілік айтамыз. Рахмет. Осымен біздің подкастымыз өз мәресіне жетті. Құрметті көрермендер, біздің Қарағанды жастары YouTube арнасына жазылып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Істеріңізге береке берсін. Сізге де рахмет. Рахмет.